Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір өзін-өз тану сабағы. Көңіл күйлерің қалай? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы көңіл күй шаттығы. Бүгінгі сабағымыздың құндылығы ішкі тыныштық, қасиеттері ақ ниеттілік, ақ көңілділік, кең пейілділік. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға адам өміріндегі әлемді жағымды қабылдаудың маңыздылығын түсіндіру арқылы ішкі тыныштық құндылығының мәнін ашу. Білімділік оқушыларға риясыз қызмет ету, қуаныш, шаттық екенін түсіндіре отырып, ақ ниеттілік қасиеті туралы түсінік беру. Дамытушылық оқушыларды жағымды ойлауға баулу арқылы кең пейілділік қасиетін дамыту. Тәрбиелік оқушыларды әлемді жағымды қабылдауға үйрету арқылы ақ ниеттілікке, ақ көңілділікке, кең пейілділікке тәрбиелеу. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі жақсыға қарасаң, жаның жадырайды. Халық мақалы. Енді балалар, сабақтың дәйек сөзінің мағынасын ашайық. Көңіл күйді басқару адамның өзіне байланысты. Жақсы көңіл күй адамға қанат бітіріп, қуат береді. Адам ішкі тыныштығын тапқан кезде шынайы, жағымды көңіл күйге бөленеді. Сөзі шын жүректен шығып, өз ісіне қанағаттанған адамның көңіл күйі шаттыққа толады. Осындай адамның денсаулығы да жақсы болады. Жақсы көңіл күйдегі адам айналасына да қуаныш сыйлайды. Бүгінгі сабағымыздың мұғалім сыйы Константин Ушинскийдің таңғы сәулелер әңгімесі. Нұрлы күн аспанға көтерілді де, өзінің алтын сәулесін жан-жаққа таратып, жер бетіндегі бар тіршілікті ұйқысынан оята бастады. Бірінші сәуле бозторғайға түсті. Бозторғай қанатын қағып қалып, ұясынан пыр етіп ұшып шықты. Екінші сәуле қоянға барып түсті. Қоян қалқан құлақтарын селтен-селтен еткізіп, шық түскен шалғын мен көңілді күйде секендей жөнелді. Үшінші сәуле тауық қораға барып түсті. Әтеш қанатын сабап жіберді де, ку-кареку деп әндете жөнелді. Төртінші сәуле ара ұясына барып түсті. Бал арасы балауыз ұясынан шығып, терезеге барып қонды. Күн сәулесі шуақтары біздің сыныпқа да түскенін сезініңдер. Күн нұрының шапағатымен көзімізді ашайық. Атқан таңға өз қуанышымызды білдірейік. Енді балалар, әңгіменің мағынасын сұрақтар арқылы ашайық. Нұрлы күн сәулелерін қайда таратты? Күн сәулесі тағы қай жаққа түсті? Шынайы көңіл күйге қалайша бөленуге болады? Күннің барлық тіршілікке деген риясыз сүйіспеншілігін қалай байқаймыз? Сенің айналаңда күннің риясыз сүйіспеншілігіндей адамдар бар ма? Келесі балалар, шығармашылық жұмыс. Сендердің көңіл күйлеріңді кімдер көтереді, нелер қуантады, суретін салыңдар. Енді балалар, қане бәріміз бірге қосылып, көңілді күн әнін айтайық. Жемісін сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзің жақтың. Сенің думан тойыңның әнін естіп, есігіңді шыдамай өзім қақтым. Бүгін қандай тамаша көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Бір тамаша отырды
жүзің бал-бұл жадырап, көңілденіп, есігіңнен мен көріп келгенімде, қуандың ау балаша мені көріп. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Бүгін қандай тамаша,